Сәлеметсіздер ме сынып оқушылары? Мен сендерге бүгін Smiles People's Book оқулығының 88-89 беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіріп беремін. Менің арнама лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Сонымен сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі тақырып Марко Поло. 25-ші жаттығу. Listen and read. Marco Polo stayed in China for 3 years. True or false? Тыңда және оқы. Марко Поло Қытайда 3 жылға қалды ма? Дұрыс немесе бұрыс дейді. Marco Polo started his journey to China when he was 17 years old. Марко Поло Қытайға саяхатын 17 жасында бастады. He arrived at the palace of Kublai Khan, the emperor of China. Ол Қытай императоры Құбылай хан сарайына келді. Құбылай хан liked Marco Polo because he was very clever. Marco Polo worked for the emperor for 17 years. Құбылай ханға Марко Поло ұнады, өйткені ол өте ақылды. Марко Поло императорға 17 жыл жұмыс істеді. Марко Поло left China in 1292. Марко Поло Қытайдан 1292 жылы кетті. 5-ші сурет. 3 years later, Marco Polo arrived in Venice. 3 жыл өткен соң Марко Поло Венецияға келді. In 1298, there was a war between Venice and Geneva. Marco Polo ended up in prison. 1298 жылы Венеция мен Женева арасындағы соғыста Марко Поло түрмеге түсті. 7. In prison, Marco Polo met a writer. Marco told him about China and he wrote a book called The Travels of Marco Polo. Түрмеде Марко Поло бір жазушыны кезіктірді. Қытай туралы барлығын айтып берген. Ол Марко Полоның саяхаты деген кітап жазды. Today we know a lot about China because of Marco Polo. People call Marco Polo one of the greatest explorers of all time. Бүгінгі күні біз Қытай туралы көп нәрсе білеміз. Оған себеп Марко Поло. Адамдар Марко Полоны барлық уақытта ең керемет зерттеушісі дейді. 26-ші жаттығу. Read again and put the sentences in the right order. Қайтадан оқып, сөйлемдерді рет-ретімен реттестір дейді. 1. Marco Polo left for China. Марко Поло Қытайдан кетті. 2. He worked for the emperor of China for 17 years. Ол Қытай императорында 17 жыл жұмыс істеді. 3. He returned to Venice in 1295. Ол Венецияға 1295 жыл келді. He fought in the war and ended up in prison. Ол соғысқа қатысып түрмеге түсті. He told a writer about China. Жазушыға Қытай туралы айтып берді. The writer wrote a book called The Travels of Marco Polo. Жазушы Марко Полоның саяхаты туралы кітап жазды. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Хош, сау болыңыздар.